Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Ушинский атындағы орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Сабыраева Ақжан. Математика сабағы 4-ші сынып. Тақырыбы Teams тапсырмаларын сабақта қолдану арқылы бөлімдері бірдей жай бөлшектер бар өрнектерді салыстыру, жұлдыздар және галактикалар тақырыбымен кіріктіріп оқыту. Оқу мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыру. Сабақтың мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектермен қосу және азайту амалдарын орындай алады. Жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыра алады. Салыстыруға қатысты өздері мысал келтіре алады. Енді қысқаша Teams бағдарламасына тоқталып өтейін. Teams Қазақстанның мектептік білім беру жүйесі өз дамуының жаңа бағытын бастайды. Еліміздің оқушылардың білім жетістіктерін бағалайтын халықаралық зерттеулерге қатысу тәжірибесі білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңартуға ықпал етеді. Халықаралық қоғамдастықпен танылған Teams бағдарламасы 4-ші және 8-ші сынып оқушыларының математикалық және жаратылыстану дайындық деңгейлерін бағалайды. Оқушылардың білім деңгейін анықтау, дағдылары мен машықтарын әлемнің 50-ден астам елдерінің халықаралық практикасына негіздей отырып әзірленген жаһандық ресурс болып табылады. Teams құралы оқушылардың білім деңгейін білім, қолдану, ойлау сияқты танымдық салаларында бағалайды. Яғни бүгінгі сабағымызда біз сабағымыздың әрбір кезеңінде білім, қолдану, ойлау блоктарынан тапсырмаларды алып, дарынды оқушылармен орындаймыз. Сабақтың басында оқушылардың зейінін шоғырландыру мақсатында Teams бағдарламасының білім блогынан тапсырмаларды береміз. Бірінші тапсырма Айнұрдың сандар жазылған үлестірме қағаздары бар. Ол 1, 8, 6, 5 және 2. Ол осы үлестірме қағаздардан қандай ең кіші 3 таңбалы сандар құрастыра алады. Ол әр үлестірме қағазды бір рет қана қолдана алады. Ойланайық. Дұрыс жауабы 125. Келесі тапсырма. Талғат Бәліштің 2-ден 1 бөлігін, ал Жұлдыз 4-тен 1 бөлігін жеді. Олар бірге Бәліштің қандай бөлігін жеді? Дұрыс. 4-тен 3 бөлігін. Келесі тапсырма. Қандай санда 8 саны 800-ді білдіреді? 4 нұсқасы берілген. А, Б, С-ді. Қай нұсқа? С. Дұрыс. 3809. Келесі енді сабағымызға оралайық. Кітаптарыңды ашып, бірінші тапсырмаға қарайық. Ғажайып галактикада ойыны арқылы орындаймыз. Жұлдызшаларда берілген тапсырмаларды таңдап алу арқылы орындайды. Суреттің боялған бөліктері бойынша бөлшектер жазады. Ал санайық. Бірінші жұлдызшаларымыз 16 екен. Дұрыс, сол 16-ның нешеуі боялған? 4-еуі. Яғни жауабы 16-дан 4. Тамаша. Келесі жұлдызшалар. Мұнда да 16 жұлдызша бар екен. Соның нешеуі боялған? 6-ауы. Өте жақсы. Яғни жауабы 16-дан 6. Енді жаңаны ашу, оқушылар бөлімдер бірдей бөлшектерді қосу ережесін естеріне түсіре отырып, өрнектердің мәнін табады. Ал есептейік. 90-нан 35, қосылған 90-нан 33, қосу 90-нан 8, тең болады 90-нан 76. Тамаша. 45-тен 14, азайту жақша ішінде 45-тен 12, қосу 45-тен 1, тең болады 45-тен 1. Өте жақсы. Тамаша. Ал енді мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушылар әлі жұмыс жасап жатыр. Ал дарынды оқушылар тапсырмаларын орындап бітті. Сондықтан да біз оларға Teams бағдарламасының келесі блогы қолдану блогынан тапсырмаларды алып береміз. Ал тапсырмаларға көшейік. Кемеде 218 жолаушылар және 191 команда мүшелері бар. Кемеде барлығы қанша адам бар? Жауабы 409. Тамаша. Пойыз жайсаңнан таңертең 7 сағат 52 минутта шығады және Арасанға сол күні 11 сағат 6 минутта келеді. Осы жолға қанша уақыт кетеді? Жауабы 3 сағат 14 минут. Тамаша. Келесі тапсырма. Мектептің ойын алаңы шаршы пішінді, алаңның бір жағының ұзындығы 100 метрге тең, раушан алаңның барлық шетін айнала жүрді. Бұл қанша қашықтық жүрді?
ABCD нұсқасы бар, С нұсқасы дұрыс 400 метр. Тамаша. Енді ары қарай оқулығымызға ашып оқулығымызды 10-шы тапсырмаға көшейік. Суретте берілген фигуралардың периметрін ауданын тап, жалпы ауданын есепте 3 фигура берілген. Осылардың ең алдымен периметрін табамыз, одан кейін ауданын табамыз, және 3 фигураның аудандарын бір-біріне қосамыз. Жауабы 155 квадрат сантиметр шықты. Өте тамаша. Ал енді дарынды оқушыларымыз тапсырмаларды орындап болған болса, Teams бағдарламасының ойлау блогынан тапсырмаларды береміз. Осы фигура шаршыдан және тіктөртбұрыштан құралған. Тіктөртбұрыштың ені шаршының еніне тең. Тіктөртбұрыштың ұзындығы оның еніне 2 есе үлкен. Бұл фигураның периметрін есептейді балалар. Өте жақсы. Енді кері байланыс алу үшін біз бағдаршам әдісін қолданамыз. Яғни балалар бағдаршам бойынша түсінгендерін көрсетеді. Тамаша. Енді осы сабақ сайын, әрбір сабақта біз осы Teams бағдарламасының әрбір блогынан тапсырмаларды алып, қосымша дарынды оқушылармен, үлгерімі өте жақсы оқушылармен жұмыс жасаймыз. Енді қорыта келе, Teams талап ететін және еркін жауап беретін тесттік тапсырмалары ұсынылған. Барлық тапсырмалардың форматы көрнекіленген. Тапсырмалар және сұрақтар суреттер мен сызбаларды, графиктер мен диаграммаларды қамтиды. Teams әдістемелік құрал математика мен жаратылыстану сабақтарында мұғалімдерге көмекші құрал ретінде пайдаланылуға ұсынады. Бұл Teams халықаралық зерттеу сипаттамаларын түсіну ғана емес, оқушыларын білім жетістіктерін бағалауға көмектеседі. Яғни дарынды оқушылармен тағы да қосымша жұмыс жасауға өте үлкен ықпалын тигізеді. Teams бұл оқыту әдістемесі оқушылардың математикалық және жаратылыстану сауаттылық деңгейлерін бағалау және бірегей құрал саймандар технологияларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.